Ажырасқан әйелді неге бағуым керек? Олжас Абай бұрынғы әйеліне жауап қайтарды. Танымал әнші әрі актер Олжас Абай әлеуметтік желідегі парақшасында бұрынғы әйелінің сұхбатына жауап берді. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Олжас Абайдың сөзінше, ол ұлдарына уақытылы алимент төлейді. Сондай-ақ оларға сыйға тартылатын пәтерде дайын тұр. 7 жыл бұрын екі жаққа кеткенбіз. Ұлдарым үшін әлі де біраз нәрсе жасаймын. Алименттерін уақытылы төлеймін. Ұлдардың 2 бөлмелі сыйға берілетін дарственный пәтерде дайын тұр. Уақыты келгенде беремін. Ажырасқан әйелдің өзін мен неге бағуым керек? Жолын тауып, еңбек қылып, бақытты болсын, деп жазды ол. Бұл мәселенің әлеуметтік желіде үлкен талқылауға айналып кетуі шын мәнінде екі тарапқа да қиын жағдай туғызады. Отбасы бұзылған кезде ең әлсіз, ең көп зардап шегетін әрқашанда балалар. Сондықтан да бұл оқиғаны сырттан бақылап отырған біздер үшін ең бастысы олардың болашағы мен психологиялық жағдайы екенін ұмытпау. Олжас Абайдың ұлдарына қатысты жауапкершілікті мойнынан тастамай, алиментін уақытылы төлеп, оларға арнап пәтер дайындағаны әр әкенің міндеті. Ал бұрынғы жұбайын бағу не бағу емес деген тақырып олардың, менің ойымша, жеке шаруасы. Екі ересек адамның арасындағы қарым-қатынасты сырттай отырып шешу бізге жараспайды. Ажырасқаннан кейін әркім өз бағытын тауып, жаңа өмір бастауы қалыпты жағдай. Ең бастысы бір-бірін қараламай, балалары үшін сыйластық сақталғаны дұрыс. Қазіргі таңда әлеуметтік желіде әркім өз шындығын айтып, өз нұсқасын ұсына береді. Бірақ біз нақты не болғанын толық білмейміз, біле де алмаймыз. Сондықтан да бұл дауды әркім өз тіршілігіне қалдырып, ең бастысы балалардың амандығын, олардың алдағы бақытты өмірін тілеу керек деп ойлаймын.